Баршаларыңызға сәлем бердім. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында мороженое жасайтын боламыз. 2 ақ зат керек болады біз үшін. Өте дәмді, дәмі ерекше болып шығады. Ол үшін ең алдымен 200 мг сүтімізді құямыз. Мен осындай бокал, бір бокал шықты менде. Және осындай кез келген магазиндерде сатылатын мороженое. Осының 400 мг алып қосасыздар. Сонымен 200 мг сүтке 400 мг мороженое ұнтағы. Сөйтіп жақсылап миксерлейміз. Бірінші жайынан бастаймыз, одан кейін ары қарай жоғары қарай көтере береміз. Жақсылап 4-5 минут осылай араластырасыздар. Ыдыстарыңыз шұңқырлар болу керек. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді осыны кез келген формаларға құйып морозильникке сала қоясыздар. Сонымен мороженейіміз дайын. Мен осы бокалға құйдым. Сонымен қатар коктейль қылып жасасаңыздар да болады. Міне морозильниктен алдым. Өте әдемі болып шықты. Дәмі бір ерекше, басқаша болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Рахмет, ас болсын.